шашын тік тұрғызатындай нәрселер бар. Уколмен дәрілеу деген нәрселер шығып жатыр. Маған да өте көп сұрақ қойылады. Аға, сізде дәріленбеген бе? Мен айтам, 100 емес 1000% дәріленбеген. Біріншіден, дәрілеген адам ешқашан да дәріледім деп айтпайды. Ол біріншіден. Екіншіден, ол дәрілеп жүрген адамдар фашисттардан да ары, халықты улау, халыққа геноцид жасаумен бірдей. Лабораторияда кісілер айтып ататын масқара дейді анализші. Және де жаңағы ер адамның күші болмай қалады, кейінгі қыз балаларымыз туа алмай қалады деген нәрселер бар екен. Өтті ГМО уколдың зияны ерекше. Чиновник ағаларымызға құлақтарына сырға осы мәселені қолға алуға сіздердің өтінеміз. Біз ет саласында жүрген кісілер, жігіттер бәріміз бір-бірімізді танимыз. Және біз секілді үйден жасап жатқан кісілер ешқашанда ондай жаңағы бәле